Ол кезде кішкентай едім. Жасым небәрі 4-5 шамасында. Үй ішінде абыр-сабыр адамдардың күбір-сабыр әңгімесі, анамның жылауы бәрі бір түсініксіз көрінетін маған. Бірақ бір нәрсе анық есімде. Анамның жылап жатқаны. Сосын мен туыс әйел көтеріп алып, біздің үйге барамыз, Камушпен ойнайсың, жарай ма? Деп жымиған. Камуш сол үйдегі кішкентай ит, үнемі менің артымнан қалмай еріп жүретін. Сол күні Камушпен шынымен ойнадым. Бірақ мен үшін бұл ойын емес, беймәлім тыныштық еді. Сол үйде 2 күн болдым. Келесі күні оралдым. Үйдің іші тып-тыныш, тек адамның көздері ісіп кеткен. Маған қарағанда күлмейді, маңдайымнан иіскеп құшақтап жылап алғаны ғана есімде. Кейін ес білгенде білдім, ол күні менің әкеммен қоштасқан күнім екен. Мен ойнап жүрген сәтте үйдегі адамдар әкемнің жаназасына жиналып, қара жамылып отырған екен. Менің алдымда 2 үлкен әпкем болды, егіздер еді. Ол егіз әпкелерімді әжем өз қолына алды. Ал мені нағашы әжемнің қолына тастап, анам үлкен қалаға жұмысқа кетті. 3 жыл сыртта жұмыс жасап жүріп, келіп кетіп жүрді. Сол кезде анамның мойнында көгерген засус болатын. Тағы балалықпен ештеңе түсінбедім. Қалада анамның сүйіктісі бар екен. Өзінен жасы 7 жас кіші. Анам ол еркекке өлердей ғашық. Мен әжемнің қарауында болдым, бірақ сол көшенің балалары тентек болды. Олармен қосылып ойнап жүргенде ескі қораға кіргізіп, үстіме жатып алып кішкентай бір жерін үйкелейді. Ол бала ол кезде 12-де, менің жасым 7-де. Бірақ ол үйкелегенде ауырмайды. Әлгі ұл ешкімге айтпа, айтсаң сені бәрі мазақтайды. Сосын сені ойынға қоспайды деп мені алдайды. Соған сеніп мен ешкімге айтпаймын. Нағашы әжем айтып отырушы еді, ұлдармен ойнама, қыздармен ғана ойна. Ол балаларға жолама, бізін тығып алады. Ұлдардың әпшін көрге болмайды, ұят болады деп талай рет айтты. Әжемнің сөзінен кейін ұлдарға жоламауға тырысып жүрсем де, әйтеуір ойнап кететін едік. Түскі уақытта ойын үшін қашып шығушы едім. Өзім қатарлы одан 2-3 жас үлкен қыздар да бар. Бәріміз тығылыспақ ойнаймыз деп үйден шыққанда, әлгі көрші ұлдар да бізді аңдып тұрады. Солай ойнап кетеміз ғой. Бірақ әлгі ұл үнемі қасымда жүріп, қораға тығылайық деп менің қолынан жетектеп ескі қораға кіргізіп, үйкеліп жүрді. Кейде ауырып бара жатса жылаймын, әжеме айтып берем, ауырттың деп жыласам жібере салады. Солай жасым 8-ге келгенде анам мені қалаға өзімен тұруға әкетті. Нағашы әжем бергісі келмей менің кеткім келіп, анам мен өгей әкемнің қолында тұрдым. Егіз әпкелерімді әжем мүлде бермеді. Көп ұзамай егіз әпкелерім мен әжем Таразға көшіп кетті, ал мен Алматыда анаммен тұрдым. Өгей әкем мені керемет жақсы көретіндей түр жасап ас-түстіме түсіп жүрді. Жасым небәрі 8-де ғой, алғашқы күннен бастап өгей әкем түнде ұйықтап жатсам, денемді сипалап иіскеп жүрді. Таң қалып бір түрлі болатын едім. Кейде ойлаймын, сейіп қойды деп иіскеп жүрген болар деген шығар деп ұялып кететін. Бір күні шыдай алмай анама барлығымыз шай ішіп отырғанда, мама мына аға түн ішінде мені ашып иіскеп жүр деп айта салдым. Анам шошып қарады, бірақ соңында сол сөзім үшін таяқ жедім. Өгей әкем ешқандай нәрсені мойнына алмады. Егер маған сенбесең үйден кетемін деп анамды қорқытты. Әлгінде айттым ғой, анам ол еркекке ессіз ғашық. Сол кезде анамды жек көріп кеттім. Ауылға қайтамын, әжеме айтып беремін сендерді деп қатты жылағаным есімде. Анам жүкті екен. Соның баласын бағу үшін мені қасына алған екен. Әйтпесе мені қызы ретінде жақсы көрмеппін. Анам жүктілікке токсикоз болып ауруханаға жиі жатып жүрді. Мен сондай кезде аш болатын. Өгей әкем маған тамақ бермейтін. Ол маған шешініп тұр, сосын саған тамақ беремін, ақша беремін деп мені көндіріп жүрді. Тамақ үшін шешініп өгей әкемнің алдында тұратынмын. Ол қолымен сипап, қозып ыңырсып жататын. Әжем ұлдар біздің тығып алады деп айтатын жөні осы екен ғой. Сол 7 жасымда кішкентай біз көрсем, 8 жасымда одан да үлкен жуан бізді көріп қорқатынмын. Кейде мамам келсе айтып беремін деп жылайтынмын. Өгей әкем болса, айтсаң айт, мамаң сені ұрады, мен кетіп қала саламын. Мені олай қорқытпа, сенің анаң маған ештеңе істей алмайды деп мені солай басып тастайды. Міне солай мен бірнеше рет зорлағысы келді.
Жылап жүріп әжеме айтып беремін деп талай рет қаштым. Әжем келсе жылап айтсам да анам мені ұрып соғатын. Ойын баласы өтірік ойдан шығарып жүр деген секілді өгей әкемді ақтап мені даттап, маған ешкім сенбейтін. Өгей әкеммен орпалысып жүріп бой жете бастадым. 13 жастағы қыз едім. Қос анарым енді ғана бүріп-жарып толықсып шыққан уақытта кішкентай інім бар, көбіне соны бағатынмын. Өгей әкем анамды жұмысқа тұрғызды. Оның себебі менімен айналысу еді. Мен сол үшін үйде көп болмауға тырысамын. Таңертең мектепке барсам қосымша киімді сумкаға салып шығып көшеде кезіп жүретінмін. Сұраса қосымша сабақ деп сылтау дайындап. Жаздық демалысқа шықтым. Егіз әпкелерім мектепті бітірген бойда тұрмысқа шығып кетті. Өйткені оларды ешкім оқуға түсірмеді. Бәріне кінәлі напсықұмар анамның кесірі. Анам біздерді өз қолына алып екінші рет тұрмысқа шықпағанда біздер осылай азап шекпес едік қой. Өгей әкем маған омырауың жаңа піскен алма сияқты бір иіскейін, ақша беремін деп жалынуды шығарды. Мен қорқып кет жолама, тиіссең үстіңнен арыз жазамын, тиісті деп мектепте мұғалімдеріме айтатын боламын деп ол сорлыны қасыма жолатпауға тырысып жүрдім. Бұл нәрсені апайымыз қыздарға жеке жиналыс жасағанда айтып еді. Содан кейін осылай қорғанып жүрдім. Соның өзінде өгей әкем неше түрлі махаббат сөздерді, болмаса аузына келген ыңғайсыз сөздерді айтатын. Оның көп айтатын сөзі маған ақшаға бересей, ертең сол көтің сасып қалады. Өлсең құмырсқа жеп кетеді. Қазір қызығын көріп қал деп мысқылдап күлетін еді. Жаздық каникулға шығып ауылға қарай қашып кеттім. Анам түгімді қоймай ұрсып жатты. Тыңдамадым, бар ойым егіз әпкелеріммен пана сұрау. Бала кезден араласпағасын ба екен, біздерге бірден араласу қиын болды. Әпкелерім тұрмысқа шығып азып кеткен, балалы болған, барғанда аса жақтырмады. Бірақ жездем жақсы қарсы алды. 2 күннен соң жездемнің қолы сумаң етіп менің төменгі жағымды сипап өтті. Мән бермегендей болдым, абайсызда тиіп кеткен шығар деп. Жүр магазинге барасың ба, шоколад алып берейін деп әзілдеп қалжыңмен. Мен ойымда ештеңе жоқ, еріп бардым. Кеш қарайып кеткен, қуыс көшелермен жүріп келеміз. Бір кезде қолымнан ұстап менің төменгі жағын салып жібергенде шошып кеттім. Маған ұнайсың деп күштеп мойнымнан сүйіп алды. Асығыс іш киімін шешкісі келген. Оған мен шыңғырып, аузыңды жап деймін деп босата салды. Жылаған күйі кері қарай үйге қаштым. Әпкем мені көрді. Кет үйден, енді келуші болма, анам сияқты сен де жайлепсің деді. Өмірдегі ең өкінішім осындай жазықсыз жаладан естіген сөзім еді. Екінші әпкеме бардым. Жерде бір ай тұрдым. Оның да күйеуі тиісе бастады. Ақырын сөзбен құлағыма сені сүйемін деп сыбырлап мені өзіне қарай қысы келді. Өйткені ол үйге барғанда мойнымда засос болған, соны көріп жездем жігіттің салған белгіні мен де сала аламын. Көргің келе ма менікін деп ашықтан ашық айтты. Осы сөзінен соң ол үйден де кеттім. Анам мені айқаймен күтіп алды. Ал қаншық қаңғып ешкімге сыймай келдің бе деп шашымды жұлып сүйреп ұра жөнелді. Өгей әкем маған болысқандай анам екеуміздің арамызға түсіп құтқарған болды. Анам жоқта сені анда құтқардым, сені сүйемін ғой деп баяғы әңгімесіне тағы басты. Мен тек өзімді қорғауға тырысып жүрген бейбақпын. Маған жолама деп шыңғырып жібердім де үйден қашып далаға анам келемін дегенше жүрдім. Осындай азап қорқынышпен 3 жылда өте шықты. Колледжге түсіп бір рет танысқан өзімнен біраз жасқа үлкен жігітке тұрмысқа шығып үлгердім. Басқа амалым жоқ еді. 15 жасымда зорланудан қашып келін болдым. Барған жерім өте қарапайым жандар болды. Енем ғана бар. Ауылдың адамдары үй тірлігін тез меңгеріп алдым. Жүкті болдым. Алладан тек ұл бала бер деп жалап тілейтінмін. Қыз туғым келмейді. Өзімнің қорлыққа толы балалы шағым есіме түскен сайын қызымның басына да сондай жағдай түседі деген оймен тек ұлға бала тусам деп тіледім. Алла тілегімді қабыл қылып 4 ұлды дүниеге әкелдім. Енем барлығына қамқор болып жүрді. Мен ауылда кітапханада еден жуатын жұмыс істеп жүрмін. Күйеуім шүкір бақыттымын. Анамды 15 жасымнан бастап көрген емеспін. Ол да мені іздеп келмеді. Өле ме тірі ме оны да білмеймін. Анамды да әпкелерімді де жек көремін. Көргім де келмейді. Балаларым нағашы әжем бар ма деген сұраққа жауап беруге қиналатынмын. Бірақ бір күні өліп қалған деп өтірік айттым. Егер анам мені бәрінен қорғаса, қазір мен балаларыммен анама барып тұрар едім. Осы бір оқиғам ішіме сыймай айттым. Бұндай өмірді балалық шағымды күйеуіме айтқан емеспін. Әйтпесе ол да бесіктен белі шықпай жатып әпше көрген қандай қыз деп ойланып қалар.